Маған жекеме осындай керемет сұрақ келген екен. Жалпы банкке қарыз болған кезде төлемеген жағдайда сол қарыз бойынша часы машинаны айыппұл жаңағы стоянкасына қоя ала ма, штраф стоянкаға қоя ала ма деген сияқты. Я, әрине. Бұл жерде тек қана банкке қарыз емес, сондай-ақ МФО, коллекторлық компания, налог, штраф, алимент, сондай-ақ соңғы кезде қарқынды қазір жағдай болып жатқан нәрсе мына коммуналдық қарыздар бойынша. Коммуналдық қарыздар, отопление, газ, свет, сол қарыздар бойынша қазір сізді 3 ай, 6 ай, 1 жыл күтіп отырмайды. Тез, өте тез исполнительный надпись шығады нотариус арқылы, одан кейін ол тез жеке сот орындаушыға кетіп қалады. Жеке сот орындаушы сіздің счеттарыңызға арест қояды. Жылжитын, жылжымайтын мүлікке арест қояды. Жылжитын, жылжымайтын дегеніміз бұл үй, машина, жер, квартира, тағы да басқа помещениялар болуы мүмкін. Сондай-ақ сіздің шетелге шығуыңызға запрет жасайды, Қазақстаннан шығуға. Одан кейін кейбір жағдайларда сіздің жүргізушілік куәлігіңізге уақытша тоқтату салады. Яғни осы жағдайдың барлығын істейді. Бұл жерде сіздің қарыз сомаңыз маңызды емес. 50 мың болуы мүмкін, 100 мың болуы мүмкін, 10 миллион, 15 миллион болуы мүмкін. Бұл жерде қарыздың сомасы ешқандай да маңызды рөл атқармайды. Одан кейін сіздерден үлкен өтініш, жеке сот орындаушыда барлық істеріңіз болғаннан кейін, яғни біткеннен кейін, жеке сот орындаушының ақысын төлеп біткеннен кейін, счеттарыңыздың барлық аресттен шыққаннан кейін міндетті түрде тексеріңіздер. Яғни сізде жылжитын, жылжымайтын мүлік болатын болса, үй, машина, солардың да аресті шешілді ма, шешілмеді ма? Өйткені сіз 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін үйіңізді немесе машинаңызды сататын болсаңыз, ол арестте тұрса, ана часыйды іздеп жүресіздер содан кейін. Қазіргі таңда енді часыларды, кейбір часылар өте көп жұмыс жасамайды, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, одан кейін лицензиясынан айырылып, жұмыстан шығып жатады. Одан кейін ол часыйды таппайсыздар, одан кейін юстицияға хабарласып, мән-жайдың барлығын толыққанды түсіндіруге тура келеді. Ол жерде сіздің платежкаларыңыз, квитанцияларыңыздың барлығы болуы керек. Сол жағдайда ғана юстиция 15 рабочий күннің ішінде жаңағы үйіңізді немесе машинаңызды аресттен шығаруы мүмкін. Сондықтан да жеке сот орындаушыға ісіңіз түсті ма, өте мұқият болыңыздар. Барлық құжаттарды, барлық квитанцияларды сақтап қойыңыздар. Егер де сіздерде жеке сот орындаушыға қатысты сұрақтар болатын болса, маған осы видеоға төменге комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жалпы менің парақшамда заңға